Bismillahi velhamdülillahi ve salatu ve selamu ala Resulillah. Арафа күні бұл 2 жылдық күнәні кешіреді дедік. Енді осы Арафа күні біздің мынау әйел адамдардың табиғаттың ерекшелігіне байланысты жаңағындай хайыз күндері немесе нифас күндері болуы мүмкін. Ол күндер әлбетте олар не істейді? Ораза ұстай алмайды. Енді олар осы ораза күнінің сауабын ала ала ма? Ораза ұстаған адамның сауабын ала ала ма? Біз не дейміз? Аллаға шүкір, әлбетте ол сауапты ала алады. Ең біріншіден қандай дәлел? Біріншіден пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтады: "Ман фаттара саиман", кім қандай да бір адам дейді, пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтады. Аузы берік адамның аузын аштырса дейді. "Кана лаху мисла аджрихи", оның дейді сауабы дейді, мисла аджрихи, соның сауабындай болады дейді. "Гайра аннаху ла янқус мин аджри саим шей", бірақ оның жаңағы ауыз аштырған адам сауап алған кезде, аузы берік адамның сауабындай алған кезде, аузы берік адамның сауабы ешбір одан кемімейді дейді. Одан ешбір кемімейді дейді. Екіншіден, пайғамбар саллаллаху Табуктен қайтып келе жатқан кезде айтады: "Инна бил Мадина ла риджалан масирту масирун", расында Мәдинада дейді ерлер бар дейді, адамдар бар дейді. Сендер мына жүрістеріңде дейді, оны қотатум уаден, сендер қандай да бір жерден өтсеңдер де дейді, илля кану маакум хабасахумул марад, олар сендермен бірге дейді. Оларды не дейді? Ауру ұстап қалды дейді сол жақта. Олардың сендермен бірге Табукқа бармауының себебі, олардың үзірі, олар не дейді? Ауруларының себебінен сендерге келе алмады дейді. Сендермен бірге дегені, пайғамбар саллаллаху сендермен бірге сауапта дейді, әжірде дейді. Басқа риуаятта келеді: илля шаракукум фил ажр. Муслимде келген хадис бұл. Не дейді? Олар сендермен бірге шаракукум фил ажр, сауапта бірдей дейді. Яғни адам баласы ниеттенсе, о ниетіне қалай сауап алады. Бірақ жаңағы үзірлері болса, не істейді? Сондай сауапты алады екен. Сондықтан әйел адамдар не дейміз? Қуаныңыздар, қайғырмаңыздар, осы Арафа күні сауабын аласыздар. Не істеген уақытта осы күні ораза ұстаған адамдардың ауыздарын аштырсаңыздар, ниеттенсеңіздер, осы сауапқа қол жеткізеді екенсіздер. Аллаху тағала алам.